Қазір сіздерге көрсететін ең бірінші фото қосымша бұл суретке арналған Snapseed деп аталады. Бұны App Store'дан да Play Market'тен де скачать етіп ала аласыздар. Кіресіздер, тегін плюсті басасыздар, және де өзіңіздің бір суретіңізді таңдап аласыз. Бұл жерде суретті не қылады? Фильтр жасайды. Яғни өңін келтіреміз. Мысалы, бір суретті аламыз. Енді қараңыз, бұл жерде өзінің арнайы фильтрлері бар. Осы фильтрді жасауға да болады, немесе өзіңіз жасауыңызға да болады. Ол үшін инструментіға кіреміз. Ең бірінші тұрған коррекция дегенге кірсеңіздер, жоғары жақта тұр, міне яркость деп тұр. Экранды бүйтіп жоғары, төмен жүргізетін болсаңыздар, әртүрлі контрастность, насыщенность, цветовой баланс, светлые участки, темные участки, тепло деген сияқты келтіре аласыздар. Қазір мен енді бірінші яркостьтан бастайық. Мына суреттің яркостьін кішкене келтіреміз, және де одан кейін барып насыщенностьті таңдаймыз. Яғни ол мүлдем бір аппақ бір әруақтар сияқты болмау керек, өзінің бір кожасының цветін келтіру керек. Одан кейін барып светлые участки деген бар. Бұл жерде сіз мысалы қараңыз, міне ары бері жүргізсем, қай жерде мысалы мына тең тұрған жерлер бар ғой, сол участкаларды ағартып беретін бар, немесе темный қылып беретін бар. Маған дәл қазір оны қатты ағартып қажет жоқ, сол үшін мен кішкене ғана ағартамын. Одан кейінгісі тепло деген бар. Бұл тепло міне мынандай холодный, тепло қылып істеуге болады. Мен бірақ теплоны өте көп қолданбаймын. Кейде ғана суреттерге байланысты қолданамын. Темный участки дегеніміз, міне қараңыз, қара жер, темный болып тұрған суреттегі темный жерлерді міне өте қатты темный қылып немесе светлый қылып береді. Маған вот именно қазіргі кезде шаштарын кішкене қарайту керек, өйткені мына суретте шаштары түсі бір өңіп кеткен сияқты болған. Сол үшін мен мына кішкене минусқа апарамын. Одан кейін контраст. Контраст арқылы сіз анық, мысалы қараңыз, қастары, көздерін барлығына анық бір не келтіріп тұр. Осы контрастты да бірақ қатты қолдансаңыздар, суреттеріңіз андай табиғи сияқты болып көрінбей қалады. Сондықтан азғантағына қолданамыз контрастты. Мен плюс 2-ке апардым. Одан кейін световой баланс. Световой баланстың өзінде міне, бірақ мен световой балансты қолданбаймын. Енді қараңыздар, мынау біздің ең қарапайым жасаған суретіміз, коррекциямыз. Міне разницасын көріп тұрсыздар, экранның үстін басып тұрсаңыздар, бұрынғы сурет, негізгі оригинал суретімен өңдеген суретін көрсете алады. Және бұл жерден яркостьті кішкене тағы да көтеруге болады. Галочканы қоямыз. Енді қараңыз, мына жерде резкость деген бар. Резкость деген міне мынандай. Шын біраз шұқылап өздеріңіз үйренуге болады. Негізгілерін көрсетейін. Мен кодирование деген бұл суретті кесу. Одан кейінгісі поворот, суретті ары бері айналдыру. Одан кейінгісі выборочная коррекция деген бар. Бұл белгілі бір жерді ғана коррекция жасайсыз. Мысалы, мен мына шашта келейін. Шаш маған осыны экранды бассаңыз, міне яркость деген шықты. Осын төмен түссеңіз, міне насыщенность, структура деген бар. Шаштың насыщенностін келтіруім керек мені. Осылай выборочный жасауыма болады. Мысалы, төмен жақтағы плюсті басамыз, бір жерге келтіреміз. Мысалы, мен маған төмен жақтағы бастым, баламның бетіне әкелейін, яркості кішкене көбейтем бетіндегі. Плюсті басам, мына жерге келем, яркості кішкене көтерем. Анық көріну үшін мен сіздерге көрсетемін. Көрдіңіздер ме? Тек қана беттеген ғана істеп береді. Енді ары қарата мына киімін кішкене неғылым керек, мен выборочный коррекцияға кіреміз. Мына жердегі көкшіл киімнің насыщенностін келтіреміз. Көрдіңіздер ме? Көк түсті киім өзінің қалпына келіп жатыр. Қызымның да киімін сөйтем. Плюсті басам, қызымның киімін үстіне апарам, насыщенность таңдайым. Киімін істедім.
разницасын көріп тұрсыздар, қандай разница бар екеніне. Дәл осылай жасай аласыздар. Одан кейінгісі кист арқылы белгілі бір нелерді жасауыңызға болады. Неғылуға болады деген сияқты. Онда өздеріңіз қарап көріңіздер. Одан точечная коррекция деген бар. Точечная коррекция деген белгілі бір нәрсені удалить ету үшін арналған, бірақ бұл прям қатты істейді деп айта алмаймын. Соның өзінде де белгілі бір нәрсені удалить етуіңізге болады. Мысалға, мына жердегі маған мына нәрсе ұнап тұрған жоқ, бірақ ол точечный коррекция жан-жағындағы нәрселерге қарай істеп береді. Бұл особо қатты не емес негізі, бірақ егер жанындағы мысалы бөтен адамдар болып қалуы мүмкін, соны өстіп кетіріп тастау деген сияқты бірдеңелерді істеуге болады. Міне жастық сияқты қылып істеп қоюға болады. Міне осындай қылып істеуге болады точечный коррекцияда. Одан кейінгісі черный-белый, винтаж, размытие деген әртүрлі, мысалы жан-жағын не қылуға болады, бұлыңғыр қылуға болады, белгілі бір жерін ғана алып қалып, бүйтіп мысалы бетін ғана тұнық қылып, қалған жерін бәрін бұлыңғырып тастауға болады. Осыны істеуіңізге болады. Одан кейінгі текст жазуға болады. Бұл жерде рамка қоюға болады. Мысалы, міне текстке келетін болсақ, өзінің бір әртүрлі шрифттері бар. Соны аласыз, текстің үстін басасыз и жазасыз. Мысалы, мерейлім деген сияқты. Оның түстерін өзгертуіңізге болады. Одан кейін андай прозрачностьін істеуіңізге болады, және де текстің шрифтін істеуіңізге болады. Мысалы, маған пока осы текст ұнайды. Осылай істейміз. Одан кейінгісі бағанағы рамкалар қоюыңызға болады. Өзі әртүрлі рамкалар бар, соны таңдап қоюыңызға болады. Бұл ең негізгі, ең күшті қосымша осы Snapseed. Қолданып тұрсаңыздар болады. Осы именно фильтр жасауларыңызға өте керек нәрсе. Қараңыздар, міне бұрынғысы, қазіргісі разницасы бар, Одан кейін сақтайсыздар, экспорт деген басасыздар, сохранить дейсіздер. Сөйтіп сақтайсыздар.